Шығыс Қазақстан облысының Тарбағатай ауданында бірнеше әлеуметтік нысан ел игілігіне берілді. Облыс орталығынан 500 шақырымда жатқан Ақжар ауылында мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған оңалту орталығы ашылса, Ақсуат ауылында өнер мектебі мен спорт кешені жұртты қуанышқа бөледі. Ең бастысы, әлем елдерін дағдарыс алқымынан алып тұрған шақта бюджет қаражатын неғұрлым үнемді пайдалануға мән берілген. Толығырақ осы облыстағы тілшіміз Болат Көкенайұлының репортажында. Ақсуаттағы жаңа спорт кешенінің құрылысы аяқталуын әсіресе ауыл балалары асыға күтті. Мұнда спортшылардың жан-жақты жаттығулары үшін барлық жағдайлар қарастырылған. Қазір спорт мектебіндегі дзюдо, волейбол, қазақша күрес, бокс, футбол, тоғызқұмалақ үйірмелеріне 400-ден астам оқушы қатысады. Нысанды салуға облыстық бюджеттен 200 миллион теңгеге жуық қаражат бөлінген. Бұнда шекен, үлкен, жақсы. Бұл інілер боксқа қатысамыз деген інілерімізді артымызда көп. Болашақта Қазақстан туын әлемге желбірету арманым. Ақжарлық 6 жастағы Марғұлан Жеңісбек үшін бүгін ерекше күн. Анасы екеуі ем алу үшін бұрын Астана, Алматы қалаларына сабылушы еді. Енді міне ауылдан оңалту орталығы ашылып отыр. Бізде диагнозымыз миға қан құйылып кеткен, инсульт алғанбыз. Сонда бір сол жақ қол істемейді, аяғы. Ойлау қабілеті өте жақсы. Барлығын түсінеді, айтқанның бәрін жаттап алады, ұғады. Тек қана соғына жүрмей тұрғанымыз болмаса, барлығын жақсы қабылдаймыз. Оңалту бөліміне біз аяғымыздан тік тұрып жүреді деген үміттеміз. Бұл осы өңірде ашылып отырған екінші орталық. Алғашқысы Ақсуатта іске қосылған. Аудан бойынша барлығы мүмкіндігі шектеулі 28 балаға 8 түрлі әлеуметтік медициналық қызмет түрлері көрсетіледі. Ең бірінші балалар бір-бірімен қарым-қатынасқа түсіп, қарым-қатынас аясы кеңейіп, ата-аналардың 6 сағатта қолдары босап, жұмысқа орналасып жатқан дегендей дүние бар енді. Ақсуат ауылында тағы бір нысан, өнер мектебі салтанатты түрде ашылды. Мұнда бейнелеу, компьютерлік кескіндеме, мүсіндеу, қол өнер сияқты сыныптар жұмыс істейді. Ерекше атап өтерлігі оңалту орталығы мен өнер мектебі асар әдісімен іске қосылды. Ғимараттарды жөндеу ауыл азаматтарының күшімен жүзеге асқан, ал бюджет қаражаты тек құрал-жабдық сатып алып, мамандардың жалақысын төлеуге ғана жұмсалады. Соңғы 2 жылда Тарбағатай ауданында 12 ауылға жаңадан жол салынса, 21 көшеге асфальт төселген. Мұның барлығы мемлекеттің қаражатын үнемдеу мақсатында мердігерлердің көмегінсіз шаруашылық тәсілмен жүзеге асқан. Яғни мемлекеттің 535 миллион теңге қаражаты үнемделген. Биыл осындай әдіспен тағы 12 көшеге тас жол төсеу жоспарланып отыр. Болат Көкенайұлы, Медет Өмірханов, Берік Жобалайұлы, Хабар, Шығыс Қазақстан облысы, Тарбағатай ауданынан.